Леуліктер, 24-ші тарау. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді. Исраильдіктерге кездесу шатырындағы шамдардың сөнбей жанып тұру үшін зәйтүннен сығып алынған таза майды алып келуді тапсыр. Шамдар кездесу шатырындағы ең қасиетті бөлменің және ондағы келісім айғақтары сақталған сандықтың алдында ілінген шымылдықтың сыртқы жағында орналасқан. Харон осы шамдардың жаратқан иенің алдында күн батқаннан таң атқанша жанып тұруын қамтамасыз етуге тиіс. Бұл кейінгі ұрпақтарыңа да берілген тұрақты ереже. Харон саф алтын шам қойғыштағы шамдарды жаратқан иенің алдында ұдайы реттеп, сөндірмей жандырып қою керек. Таңдаулы бидай ұнынан 12 күлше пісір. Олардың әрқайсысына пұттың 10-нан 2-сіндей мөлшерде ұн қолдан. Нанды жаратқан иенің алдындағы саф алтын үстелдің үстіне 6-6-дан 2 қатар етіп қой. Әр қатарға таза да хош иісті шайырды қой. Осы хош иісті шайыр кейін жаратқан иеге өртеу арқылы ұсынылатын естелік іспетті нанның орнын басады. Бұл күлшелерді Харон жаратқан иенің алдына әр сенбі сайын қоятын болсын. Мұны ол Израиль халқының атынан мәңгілік келісімге сай істеуге тиіс. Осы нан Харонға және оның ұлдарына тиесілі. Олар сол күлшелерді киелі орында жеулері қажет. Бұл жаратқан иеге өртеу арқылы ұсынылатын тартулардан оларға тиісті үлестің ерекше киелі бөлігі. Бірде Мысырлыққа күйеуге шыққан Исраильдік әйелдің ұлы Исраильдіктердің арасына келді. Ол ел қонысында жүргенде бір Исраильдікпен төбелесіп қалды. Сонда осы Исраильдік әйелдің ұлы жаратқан иенің есімін балағаттап қарғады. Сол себепті оны Мұсаның алдына келді. Сол жігіттің анасының аты жөні Дан руынан шыққан Дибри қызы Шеламит болатын. Бұл жігіт туралы жаратқан иенің еркі анық болғанша ол қамауға алынды. Содан соң жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деп бұйырды. Жаратқан иенің есімін қарғағанды ел қонысының сыртына алып шығыңдар. Оның айтқандарын естігендердің бәрі қолдарын оның басына қойсын. Бұдан кейін Исраильдің бүкіл қауымы оны таспен атылап өлтірсін. Израиль халқына тағы мынаны айт. Құдайын қарғаған әркімнің күнәсі өз мойнында. Жаратқан иенің есімін балағаттаған әркім өлтірілсін. Израильдің бүкіл қауымы оны таспен атқылап өлтіруге тиіс. Егер жат жұрттық, не Израильдік болып туған біреу менің есімімді балағаттаса, соны өлтіру керек. Кісіні ұрып өлтірген әркімде өлтірілсін. Өзге біреудің малын ұрып өлтірген әркім басқа бас төлеп, оның орнын толтырсын. Өзге біреуді жарақаттаған әркімге оның соған істегені өзіне істелінсін. Сыныққа сынық, көзге көз, тіске тіс. Ол өзге адамды қалай жарақаттаса, оның өзіне де солай істелінсін. Сонымен бір малды ұрып өлтірген әркім оның орнын толтырсын. Бірақ кісіні ұрып өлтіргеннің өзі өлтірілсін. Израильдік болып туған адамды да, жат жұрттықты да бірдей заңмен соттауларың керек. Себебі мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Мұса осы ережелерді Израиль халқына айтып жеткізді. Олар жаратқан иенің есімін қарғағанды ел қонысының сыртына алып шығып, тас лақтырып өлтірді. Мұны жаратқан иенің Мұсаға берген бұйрығына сай істеді.